Сәлем достар. Бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте маңызды нәрсе жайлы әңгімелесеміз. Бұл тақырып әрқайсымыз үшін өте өзекті. Білесіздер ме, жасымыз ұлғайған сайын денсаулығымызға көбірек қарауымыз керек. Бұл тек физикалық жаттығулармен шектелмейді. Сонымен қатар дұрыс тамақтану да маңызды. Әсіресе, мына бір құлықты мүше, ұйқы безін естен шығармауымыз керек. Ұйқы безі біздің денеміздегі маңызды рөл атқарады. Егер жастарыңыз 50-ден асып, ұйқы безінің жайын ойлап жүрген болсаңыздар, бұл видео дәл сіздерге арналған. Ұйқы безінің денсаулығы сіздің жалпы денсаулығыңызға тікелей әсер етеді. Бүгін біз ұйқы безінің жұмысын жақсартатын ең пайдалы тағамдарды қарастырамыз. Бұл тағамдар сіздің күнделікті рационыңызға оңай қосылады. Осы тағамдарды күнделікті тамағымызға қосып, денсаулығымызды нығайтайық. Ал кеттік. Денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз, сондықтан оған ерекше көңіл бөлуіміз керек. Бірінші кезекте жаңғақтар. Иә, дұрыс естідіңіздер, жаңғақтар. Олар біздің денсаулығымыз үшін өте пайдалы. Олардың құрамында ұйқы безіне өте пайдалы майлар мен антиоксиданттар бар. Бұл майлар ұйқы безінің қызметін жақсартып, оны қорғауға көмектеседі. Әсіресе бадам, грек жаңғағы және кешью жаңғақтарын атап өтуге болады. Бадамның құрамында Е дәрумені көп, ол антиоксидант ретінде қызмет етеді. Бірақ, достар, жаңғақты көп жеуге болмайтынын ұмытпаңыздар. Күніне бір уыс жаңғақ жеткілікті. Себебі олардың құрамында май көп, ал артық май ұйқы безіне зиян болуы мүмкін. Сондықтан, жаңғақтарды мөлшермен жеу маңызды. Бір уыс жаңғақ күніне жеткілікті. Бұл мөлшер сіздің денсаулығыңызға пайдалы болады. Оларды таңғы асқа немесе түскі асқа дейін жеуге болады. Жаңғақтарды йогуртқа немесе ботқа қосып жеу өте дәмді. Жаңғақтардың тағы бір пайдасы. Олар ағзамызды тойдырып, көп тамақтанудан сақтайды. Бұл әсіресе арықтағысы келетіндер үшін маңызды. Сондықтан, егер арықтағыларыңыз келсе, жаңғақтарды тамақтарыңызға қосыңыздар. Олар сіздің денсаулығыңызға пайдалы және дәмді болады. Екінші орында брокколи. Бұл көкөніс тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулыққа өте пайдалы. Оның құрамында көптеген маңызды дәрумендер мен минералдар бар. Бұл көкөніс ұйқы безінің жұмысын жақсартатын антиоксиданттарға бай. Антиоксиданттар ағзаны зиянды бос радикалдардан қорғайды. Бұл өз кезегінде жасушалардың қартаюын баяулатады және түрлі аурулардың алдын алады. Сонымен қатар, брокколиде талшықтар көп. Олар ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Талшықтар асқазан мен ішектің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Бұл өз кезегінде жалпы денсаулықты жақсартады. Брокколиді буға пісіруге, қуыруға немесе сорпаға қосуға болады. Әр түрлі тәсілдермен дайындалған брокколи әрқашан дәмді және пайдалы болып қалады. Ең бастысы, оны артық пісірмеу керек, өйткені ол пайдалы қасиеттерін жоғалтып алуы мүмкін. Брокколиді дұрыс пісіру оның барлық пайдалы заттарын сақтауға көмектеседі. Егер брокколидің дәмін ұнатпасаңыздар, оны басқа көкөністермен араластырып көріңіздер. Мысалы, брокколи мен сәбіз, бұрыш немесе қызанақ қосып, түрлі түсті және дәмді тағамдар жасауға болады. Мысалы, брокколи мен гүлді қырыққабаттан дәмді салат жасауға болады. Бұл салат тек дәмді ғана емес, сонымен қатар өте пайдалы. Брокколиді аптасына кемінде 2-3 рет жеуге тырысыңыздар. Бұл сіздің денсаулығыңызды жақсартуға және ағзаңызды қажетті дәрумендермен қамтамасыз етуге көмектеседі. Ұйқы безіміз сіздерге рахмет айтады. Брокколи бұл тек көкөніс емес, ол сіздің денсаулығыңыздың нағыз қорғаушысы. Үшінші орында сәбіз. Біз бала кезімізден сәбіздің көзге пайдалы екенін білеміз. Бірақ, бұл көкөністің ұйқы безіне де пайдасы зор екенін білдіңіздер ме? Сәбізде бета-каротин бар, ол ұйқы безінің жұмысын жақсартып, аурулардың алдын алады. Сәбізді шикідейде, пісірілген түрінде де жеуге болады. Оны салаттарға қосуға, шырын жасауға немесе жай ғана кеміруге болады. Сәбізді күнделікті тамағымызға қосып, ұйқы безіміздің саулығын жақсартайық. Төртінші орында қаражидек. Бұл кішкентай жеміс антиоксиданттарға бай, олар ұйқы безінің жұмысын жақсартып, түрлі қабынулардың алдын алады. Қаражидекті жаңа піскен, мұздатылған немесе кептірілген түрінде жеуге болады. Оны йогуртқа, сүзбеге немесе ботқаға қосуға болады. Қаражидектің тағы бір пайдасы, ол қандағы қант деңгейін реттеуге көмектеседі.
Сондықтан, егер қант диабеті болса, қара жидекті тамақтарыңызға қосуды ұмытпаңыздар. 5-ші орында қызылша. Бұл көкөніс нитраттарға бай, олар ұйқы безінің жұмысын жақсартып, қан айналымын жақсартады. Қызылшаны пісірілген, буға пісірілген немесе салаттарға қосуға болады. Одан дәмді шырын жасауға болады. Қызылшаны аптасына кемінде 1-2 рет жеуге тырысыңыздар. Ұйқы безіміз сіздерге риза болады. 6-шы орында балық. Балықта омега-3 май қышқылдары бар. Олар ұйқы безінің жұмысын жақсартып, жүрек ауруларының алдын алады. Әсіресе лосось, скумбрия және тунец сияқты майлы балықтарды жеу пайдалы. Балықты аптасына кемінде 2 рет жеуге тырысыңыздар. Оны буға пісіруге немесе қуыруға болады. 7-ші орында жемістер. Жемістерде витаминдер, минералдар және антиоксиданттар бар. Олар ұйқы безінің жұмысын жақсартып, иммунитетті көтереді. Әсіресе цитрус жемістері, жидектер және алма жеу пайдалы. Жемістерді жаңа піскен, мұздатылған немесе кептірілген түрінде жеуге болады. Оларды йогуртқа, сүзбеге немесе ботқаға қосуға болады. 8-ші орында жасыл шай. Жасыл шай антиоксиданттарға бай. Олар ұйқы безінің жұмысын жақсартып, аурулардың алдын алады. Жасыл шайды күніне 2-3 кесе ішуге болады. Оны қантсыз ішу керек. 9-ші орында қарақұмық. Қарақұмықта пайдалы заттар бар. Олар ұйқы безінің жұмысын жақсартып, қандағы қант деңгейін реттеуге көмектеседі. Қарақұмықтан ботқа, сорпа немесе гарнир жасауға болады. Оны аптасына кемінде 1-2 рет жеуге тырысыңыздар. 10-ші орында сарымсақ. Сарымсақта антиоксиданттар бар. Олар ұйқы безінің жұмысын жақсартып, иммунитетті көтереді. Сарымсақты шикідейде, пісірілген түрінде де жеуге болады. Оны салаттарға, сорпаларға, ет тағамдарына қосуға болады. Сарымсақты күнделікті тамағымызға қосып, ұйқы безіміздің саулығын жақсартайық. Міне достар, 50-ден кейін ұйқы безіміздің саулығын жақсарту үшін жеуге болатын ең пайдалы 10 тағам. Осы тағамдарды күнделікті тамағымызға қосып, денсаулығымызды жақсартайық. Есімізде болсын, дұрыс тамақтану денсаулықтың кепілі. Сондықтан, өзімізді жақсы көрейік және денсаулығымызға көңіл бөлейік. Жаңа бейнелерімді жіберіп алмас үшін арнама жазылып, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, достар.